жыл 2022 жылда Алла бұйыртса міне жақсы аяқтап келе жатырмыз. Осы жылы көптеген жетістіктерге қол жеткіздік. Өздеріңіз біліп жатсыздар. Жалпы алғанда біздің коллективтің 3 азаматтары мемлекеттің президенті қолынан орден алды. 59 біздің әріптестеріміз 3 министрліктің, Шымкент қаласының әкімдігінің, облыс Түркістан облысының әкімдігінің, мәслихаттарының құрмет грамотасымен, алғыс хаттарымен марапатталды. Осының өзі біздің кәсіпорынның жұмысының дұрыс жүріп жатқанының белгісі. Осы кеше ғана мен осы желтоқсан айында өздеріңізге белгілі мен Астанаға барып арнайы президенттің қолынан экологияға мынау тазалау қондырғыларын жұмыс істеуіне жақсысында табиғатты қорғау, еңбекпен қамтамасыз ету және қауіпсіздікті сақтау жөніндегі алтын сапа номинациясына осыны президенттің қолынан алып келдім. Осының бәрі осы сіздермен біздің жұмысымыздың жемісі. Құрметті азаматтар, енді Алла бұйыртса 22 жылдың жақсылығы, 22 жылдың жетістігі 23 жылға жалғаса кетсін. Ал енді 23 жылы біздің алдымызда үлкен міндеттер тұр, жұмыстар тұр. Негізгі біздің міндетіміз 1 миллионға жуық халықты сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету, елдің пайдаланған суларын тасымалдап, оны мынау экологиялық, санитарлық талаптарға сай тазалап, табиғатқа қайтадан беру бұл үлкен мәселе. Біздегі осы заманауи дейміз ғой, заманауи технология Орта Азия Қазақстанда бұл нәрсе жоқтың қасы. Кеше ғана үкіметтің отырысында премьер-министріміздің өзі айтты, барлық облыстың әкімдеріне, қаланың әкімдеріне, барыңдар Шымкенттен үйреніңдер осы технологияны. Барлық қалаларда осындай заманауи технология жұмыс істесе, экологияға, табиғатқа деген үлесіміздің қолынан болады деп атап көрсетті. Дені сау болсын, мына ортамыз толсын, жанұяларыңыз бен әулеттеріңізде жақсылық көп болсын, жұмыстарыңыз жемісті болсын, табыстарыңыз мол болсын, қайғыларыңыз жоқ болсын. Біздің сыворстары маркетингінің мәртебесі жоғары болсын, жасасын, аман болыңыздар.